Бұл өте керемет емдік сауна. Сіз саунаға барсаңыз, қанша уақыт саунаның ішінде отыра аласыз. Ал бұл саунада 1 сағатқа шейін отыруға болады. Себебі басыңыз сыртта тұрады, ешқандай жүрегіңіз қысылмайды. Бұл саунаның емдік қасиеті неде? Қазір көрсетеміз. Бұл саунаның ішінде міне 77 турмалин тасы бар. Ішінде орналасқан 77 турмалин тасы бар. Арқасында, жан жағында және де табанында 14 нефрит тасы бар. Осы тасты тоққа қосып, өзіңіз уақытын және қызуын белгілейсіз. Бұл ешқандай қайнамайды, ешқандай ыстық емес. Бұл тек қана тоққа қосқан кезде мына жан жағындағы минерал тастар қызып, өзінен минерал бөледі. Соның әсерінен организмге минерал сіңе отырып, сіздің денеңізде шлактар болса, тұздар болса, токсиндер болатын болса, қандай да бір артрит, артроз ауруларыңыз, полиартрит, ревматоидный полиартрит, өте көп айтатын болса, воспалительный аурулар, хронический ауруларыңыз болатын болса, солардың бәрін небәрі жарты сағат, 1 сағатта терлете отырып, денеңізден шылқа-шылқа теріңізді шығарып, сыртқа шығарады. Бұл саунамен азуға да болады, денедегі токсиндеріңіз кетеді. Саунаға басында 2-3 күн отырған кезде қатты понос болады. Себебі бұл сауна ішектерден бастап клеточный уровеньде сіздерді тазалап, организміңізді, денеңіздегі бар суықты шығарады. Одан кейін денеңіздегі суық шығып тазарғаннан кейін мен сіздерге келесі біздің бадыларды, мына көрсетіп жібер, бадыларды қалай ішіп, қалай восстановление жасау керек екенін айтып үйретемін. Келіңіздер, сауна сатып алыңыздар. Әрбір үйге керек зат. Ешқандай дәрі, укол системаның бәрін ұмытасыз, больницаға баруды ұмытасыз. Осы сауна сізге целый домашний доктор.